Саламатсыздар ма, әріптестер, мұғалім жолдастар, сіздермен бірге Мадина Қоңырбекқызы. Бүгін мен сіздерге Класстайм платформасында ақпарат беретін боламын. Бұл Класстайм платформасы мұғалімдерге арналған тест жасайтын құрал деп айтсақ та болады. Бұл сыныптың немесе әр оқушының үлгерімін бірден бағалауға арналған құрал. Мұғалім мен оқушыларға өте қызықты, ыңғайлы платформа. Бұнымен жұмыс жасау үшін Google немесе Яндекс браузеріне Класстайм деп жазсаңыз, осы логотипте шығады. Осыны ашасыз, осы жерде ең бірінші әрине сіз тіркелуден бастайсыз. Мен бұл жерге тіркелгенмін, сіздер өзіңіздің Gmail почтаңызбен не болмаса электрондық почтаңыз арқылы тіркелсеңіз болады. Мен өзімнің Google аккаунтымен тіркелгенмін. Мінекей, қазір мен өзімнің жеке кабинетімде тұрмын. Бұл жерде базовый деген бар, базовый яғни тегін жұмыс жасауға болады. Одан кейін премиум классы бар, яғни тарифке байланысты, соған байланысты қосыласыз ақылы түрде. Ең алғашқы жұмысты бастамас бұрын сіз осы тақта ашылады сізге, осы бет. Осы жерде жұмыс жасау үшін создать папку дегенді басасыз, міне. Создать папку. И осы жерге қандай жұмыс жасайсыз, немесе не нәрсеге арналған, немесе қай тақырыпта, не мақсатта, соны жазып аласыз осы жерге. Сосын сохранить басасыз. Папканың ішіне сіз группа сұрақтарын қосасыз ғой, сол үшін сіз новая группа вопросов тұр ғой, соны басасыз. И осы жерге жаңағы қандай тақырыпта, қай бөлімге арналған, қай параграфқа арналған сұрақтар қояйын деп жатсыз, соны жазып қойсаңыз да болады. Мінекей, сохранить басасыз. Міне сізде қазір папканың ішінде бөлімге байланысты ашылды. Енді осы жерден бастап сіз создать новый вопрос деп осы жерден сұрақтарыңызды жаза бересіз әрі қарай. Мына жерге сұрақ жазасыз, сурет қоюға болады мына жерге алып келіп, немесе YouTube арнаңыздағы бір видеоны әкеліп қойсаңыз болады, музыка қоюға болады, аудио, немесе аудиозаписті алдын ала дайындап, соны алып келіп қойсаңыз да болады. Выбрать область деп тұр ғой, яғни сіз осы платформада мына жерде тұр, мінекей, бір жауабын ғана таңдайтын тест құруыңызға болады, немесе бірнеше жауаптары дұрыс тесттер құруыңызға болады. Рас, өтірік деген сияқты ойындар болатын еді ғой бұрын. Мінекей, сондай ойынға арналған нұсқасы. Мынау текст, мысалға мына жерге айтасыз, осындай тақырыпқа байланысты эссе жазыңыз, немесе мынандай сұрақтарға жауап беретін сөйлемдер құрастырыңыз деген сияқты қоясыз, и мына жерге текстті белгілегесін, мына жерге бос орынға оқушылар өздері жауаптарын жазады. Мінекей, соған арналған. Одан кейін установить порядок дейді, яғни мынаған қойсаңыз функцияға, осы жерде реттілігімен орындалатын жұмыстар болады. Сонда сіз бір жұмысыңыздың өзін түрлендіріп осындай жұмысты жасауыңызға болады. Енді осылармен қалай жұмыс жасайтын барлығын мен алдын ала сіздерге жұмыс дайындап қойдым. Пробный версиясын қазір көрсетемін. Жауып тастаймын. Моя библиотекаға барайын. Сынама деп тұр ғой, міне, бірінші топ, осыған барам. Так, значит, сұрақтар бар, мінекей. Көріп қойдым дайындап. Енді мына предпросмотр тұр ғой, осыны басайын. Мінекей, қазір сілтемені жібересіздер ғой балаларға, сосын соларға барады осылай. Начать деп басады. Қазір сұрақтар ашылады. Мысалы, бірінші сұрақ, есім сұрақтары қандай, кімне жауап бересіз. Так, келесі сұрақ. Қазақ хандарын белгілеңіздер. Жаңа айттым ғой, бірнеше нұсқалар былай белгілеуге болады деп, мына осыған арналған. Келесі суретке назар аударыңыздар. Сурет арқылы, суретке қарайды. Толық ер адам жемістерді сатып тұр дейді. Толық ер адам. Мінекей. Рас па, өтірік па? Рас. Ответить деп басады. Одан кейін келесі сұрақ. Әлемнің 7 кереметін жазыңыз дейді. Әлемнің 7 кереметін жерге сақтап қойған. 7 керемет жазып жібереміз да, ответить дейміз. Сосын мұғалім өзі тексереді, дұрыс емесін. Немесе алдын ала осының жауабын жазып қойсаңыз болады. Сонда мына жауаптар сәйкес келсе, уже дұрыс деп белгілейді. Одан кейін жекелеген сөздерді ретіне орналастыру арқылы дейді. Мына сөздер шашылып тұр, соны құрастырсаңыз бір сөйлем шығады. Так.
осылай мыналарды келіп қоюымыз керек. Мысалы түрлі мамандықтарға қоғамда түрлі мамандықтарға сұраныс бар деген сияқты мен шығардым. Осылай белгілейді. Келесі мынау биологияға байланысты мен жаңағы ұлымның кітабынан алдым мынаны. Бірақ ответтерін дұрыс белгілеген жоқпын. Өтірік белгілей салдым. Сондықтан қазір биология мұғалімдері болса араларыңызда түсіністікпен қарауларыңызды сұраймын. Мысалға былай белгілейік, иә, сәйкестендіріп белгілеуге болады. Келесі бұл жерде белгілеу арқылы, мысалы сопақша метеорол ол қай жерде орналасқан, иә, біріншісін оқып танысады, сосын көрсетеді мына жерде қай жерде орналасқан, ол мына жерде орналасқан, сосын ответ деп басады. Жауабы шығады қазір. Хороший результат дейді. Ясно. Міне осындай дұрыс емес жауаптардың барлығын көруге болады. Сосын сіздің жеке кабинетіңізде бұның әрбір оқушыңыздың қалай жауап берген барлығын көре аласыз. Енді жеке көрейік, мына сұрақтарды қалай болды. Мысалы, бірінші сұрақты мен қалай жасадым. Қараймыз, сұрақты мына жерге жаздым. Нұсқаларын, жауаптарын белгіледім. Қайсы дұрыс жауап, соны белгілеп қойыңыз, осылай галочкамен болды. Жаңағы мына жерде бірнеше нұсқасын таңдадым ғой, міне 4 пішті болса, ол бірнеше нұсқасы болады. Мынаның барлығы жауаптары. Бірнеше нұсқасы мінекей. Осының барлығын. Мынаның барлығы дұрыс қой, мысалы, 4-еуіне интернеттен қарадым, осылардың барлығы қазақ хандары екен, уақыттары барлығы. Жауапты белгілейсіз дұрыс деп. Одан суретке назар аударайық. Бұны да қараймыз. Жаздым. Описаниясын жаздым, жаңағы жауаптың, сосын суретті жүктедім. Сосын рас деген нұсқасын ғана баса салдым. Осылай. Әлемнің 7 кереметін жазыңыз дейді. Олай жазып қоя салуға да болады, негізі ответтері осы деген сияқты осылай белгілейміз. Келесі жекелеген сөздерді өз ретіне орналастыр дейді. Мысалға, мына бәрін жазып аласыз. Рет ретімен қоясыз сөздерді, өзіңіз рет ретімен қойып аласыз, ал мына программа өзі бүйтіп араластырып жібереді. Сосын жаңағы оқушыларыңыз рет ретімен қойса, сіздің жауабыңызға тура келеді ғой, сол кезде ол дұрыс болып саналады. Осылай. Одан кейін жануарлардың тыныс алуын кестеге толтыруға, мінекей бұл жерде де осының барлығын қойып аласыз. Тағы да позиция қосатын болсаңыз, мына қатарға мына позицияны қосасыз. Немесе алып тастау керек болса, сіз мына астындағыны X бастаңыз, онда сіз мына бағанды алып тастайсыз. Сондықтан сол жақтарына назар аудару керек. Міне осы кестемен жұмыс жасауға болады. Сопақша мидың орналасуына байланысты мен бірінші сұрақты жазып алдым. Сосын суретін қойдым жүктеп әкеп. Одан кейін жауап ретінде қайтадан осы суретті қойдым. Сосын мына жер тұр ғой, міне. Мына жерін өзі жауапты қойғаннан кейін жауабы қай жерде тұр нұсқаны. Оқушыларда сенсорный телефон ғой, олар осы жерді басқанда, міне мына жерді басқанда дұрыс жауап осы жерге қарай белгілеп қойдым. Сіздер де осылай жасай аласыздар. Мінекей жаңа біздің жасаған 7 сұрағымыз ғой. Осыны начать сессияды басатын болсақ, бізде көрінеді қазір. Принятие басамыз. Мынау звездочкалардың барлығы бізде бұл премиум класстарға берілетіндер. Принятие басамыз. Осы жерде мінекей жауабын барлығын көруге болады. Посмотреть деген басасыз. Бұнда менің жаңағы жасаған жұмысыма кімдер қатысып жатыр, осының барлығын көре аламыз. Және қай сұрақтарға дұрыс емес сияқты оқушының белсенділігін осы жерден көрсеңіздер болады. Сіз де осы платформаны пайдаланыңыз, жұмыс жасаңыз, оқушыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Ақпарат сіздер үшін пайдалы болса, лайк басып, төменге комментарий жазып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.